дәріхана сөрелерін барып бірден жұлмалап барлық дәріні жұлқылай бастадық. Енді білмеймін, мен енді мынау криминалистика саласының маманы емеспін, бірдеңе болу керек қой. Былай істеттім деп істе дедім, сол кезде оның денсаулығы дұрысталып кетті, тіріліп кетті, жүгіріп кетті дейді. Адамның адамды сыйлау деген қабілетінің төмендеп кеткендігінің белгісі болар бұл. Армысыздар достар. Сіздермен амандықпен жүздескенімізге қуаныштымыз. Адырна ұлттық порталының арнайы жобасы «Керек кісі». Әлеуметтік желіде сауалнама өткізгенімізде бізге кім керек деген сұраққа біздің оқырмандарымыз, көрермендеріміз бізге қазіргі уақытта дәрігерлер керек, ақ халатты абзал жандар керек деген еді. Сол үшін бізде қонақта белгілі профессор Утилалиев Ержан Сәбитәліұлы. Ереке, саламатсыз ба? Қош келдіңіз. Рахмет, амансыздар барлықтарыңызға. Біздің жобамыз керек кісі деп аталады. Сіз өзіңіз қалай ойлайсыз? Керек кісісіз бе? Кімге керексіз? Елге керексіз бе? Жұбайыңызға керексіз бе? Әлде сіздің тағы да үлкен алға қойған мақсаттарыңыз, армандарыңыз бар ма? Сол туралы айтып жіберсеңіз. Рахмет, енді барлық уақытта біздің мамандық бұл енді ең әйгілі, ең ежелден келе жатқан мамандықтардың бірі. Әрине бұл барлық уақытта адам болып жаралғандан бері қажетті мамандық болып келе жатқаннан кейін біз енді бұл мамандық иесін ала отырып, осы халыққа қызмет етеміз деген ниетпен ғана, әрине халыққа керекпіз деген оймен қызмет етіп келеміз. Гиппократқа берген антымыз енді біз Гиппократтың анты емес, біз мынау кеңес дәрігерінің антын беріп, жаңағы Қазақстан Республикасы дәрігерлерінің антын беріп, сонымен қалыптасқан азаматпыз. Елге керексіз, тек қана дәрігер ретінде ғана ма? Жоқ, әрине, енді жалпылама айтқан кезде дәрігер ретінде де, біреуге жолдасы ретінде, біреуге әкесі ретінде керек болармыз, енді әркімге. Студенттеріңізге? Студенттерге ұстаз ретінде әрине керекпіз деп ойлаймын. Сол туралы кішкене тереңірек айтып кетсеңіз. Енді бүгінгі таңда біз мынау студенттерімізді қалай медицина мамандарын тәрбиелеу үстіндеміз. Көбінесе енді менің негізгі мамандығым, негізгі қазіргі істеліп жатқан іс-әрекетім бұл дәрігерлер білімін жетілдіру. Дәрігерлер білімін жетілдіру, қайта даярлау, және ең жоғарғы білікті дәрігерлерді магистратура, PG докторантура саласы бойынша даярлау. Осы салалар бойынша міне бүгінгі таңда өзіміздің қоғамға қажетті мамандық иелерін дайындап келе жатырмыз деп ойлаймын. Ол міндетті бірінші кезекте бұл денсаулық сақтау саласының ұйымдастырушыларынан бастап, жалпы тәжірибелік медицинада жүрген кез келген дәрігердің барлығына біздің білімге құштар болған жағдайда бәрін көрсетуге дайын болып, даярлап келе жатырмыз. Осы халық коронавирусқа қатысты көп пікірлерін жазады. Сол кезде ақ халатты абзал жандарға көңілі толмайтын жандар да бар. Сіз шәкірт тәрбиелеп жатырсыз. Білім беріп жатсыз. Осы біздің медицина саласына ертең дәрігермін деп баратын шәкірттеріңіз бар. Өзіңіз көңіліңіз тола ма жас дәрігерлерге? Әлде көбінесе осы, шынын айтсам, ақшаның арқасында оқып жатқан деген сөздер бар. Немесе тағы дәрігер болам деген жай ғана бір арман. Ол адам сүю жоқ, жаңағы жан ашу деген жоқ, мейірім жоқ. Әйтеуір осы міне престижно, міне дәрігер болам. Немесе әкем айтты, көкем айтты, мен дәрігер болуым керек деп. Көңіліңіз тола ма? Жас дәрігерлер туралы не айтасыз? Тізгінді бересіздер ғой соларға. Енді қазіргі таңда дәрігерлер, енді мен жалпылама келген кезде дәрігерлердің еңбегін орасан зор деп айтар едім. Барлық жағдайда олар өз еңбектерін мүмкін көрсете алмай жатады. Бірақтан да мен дәрігерлердің бүгінгі таңдағы қалыптасқан дәрігерлердің, біз енді көбінесе айта кететініміз, біз дипломнан кейінгі сатыда жұмыс істеймін, тікелей өзімді алатын болсам. Сол себепті мен солар туралы баға бере аламын. Дипломнан кейінгі дегеніміз, яғни бұл қалыптасқан дәрігерлер арасында олардың білімін, біліктілігін жетілдіру бойынша жұмыс жасаймын.
Сол себепті мен дәрігерлерді жалпылама, біздің дәрігерлерді мен көңілім толарлық деп те айтар едім. Неге десеңіз, бұл жаңағы ұйымдастыру саласында сінің мүмкін кемшіліктері бар шығар араларында. Ал дегенмен олар өздерінің бар жан мүмкіндіктерін салып, барынша мынау науқасқа деген қанша ілтипат көрсете алатындығын атсалысып көрсетуге тырысады. Алайда әртүрлі жағдайлар олардың мүмкін еңбегін толығымен көрсете алмайды. Біріншіден, олар өздерін көрсете алмауы бір себеп болар. Екінші жағдай, олардың қол астындағы қолына жеткіліксіз жаңағы қаруларының жоқтығы екінші себеп болып жатар. Үшінші себеп, жалпылама мынау ұйымдастыру саласының, жалпылама оларға деген қолды жаңағы қалыптасқан жағдайдың кемшілігі болып жатар. Мен көбінесе мәселенің басын осы жағынан ашар едім көбінесе. Ал дәрігерлер, біздің дәрігерлер жалпылама мынау бәсекелеске қабілетті, қалыптасқан бүгінгі күндегі бір жаңағы маман иелері деп айтар едім. Ал бірақ біз көбінесе осы ұйымдастыру саласының әртүрлі оқулықтарының нәтижесінде оларды бір жағына қарай жұмсаймыз, бүгін мынаны жасаңдар, барлығын жаппай, жоқ ертең тоқтата салыңдар, мынаны жасаңдар деген осындай оқулықтар әрине жалпылама ұйымдастыру саласында кездесіп тұрады. Мен енді бұны менің кішкене жан жеріме тиіп кеттіңіз, неге десеңіз, мен өзім тәжірибедегі дәрігермін де, өзім емдеуші дәрігермін де, және ұйымдастыру саласына да қатысым бар. Ал енді ұйымдастыру саласында кейде мынау жан айқайымызды жеткізе алмай жатқан жағдайлар да болып жатады. Сол себепті кішкене бірден жаңа баш берген жерде бірден өзімнің ойымды осылай білдіріп жатар едім. Себебі мен бұл жерде дәрігерді кінәлі деп емес, дәрігерге жасалған барлық жағдайдың кемшілігі болып жатар деп санар едім. Ол тікелей енді өзімнің ойым. Керемет, жақсы, рахмет жауабыңызға. Осы карантинге қайтайықшы. Қазір енді ең біздің бір жанды жерімізге тиіп жатқан осы вирусқа қатысты карантин ең бірінші қашан басталды? Наурыз айында басталып, бірінші кезең өтті. Сол кезде біз міне ол кездері үлкен карантин жариялап, жаңағы қала шеңберінде бекітіп тастап, оны енді 18-19-дарына бастадық. Содан кейін барып, оны жылжыта отырып, енді бірінші шілдеде аштық қой негізі қала шеңберін толығымен. Бірінші маусымда ғалым ретінде осы мемлекетте еңбек етіп жатқан азамат ретінде, әке ретінде, енді кәдімгі осы елде тұратын азамат ретінде сізге қалай осы? Меніңше өз пікірім, карантин сол кезде өз уақытында жабылған жоқ. Ерте осы сол кірілген бізге карантин жаңағы аурулардың аз кезеңінде басталып қойды деп, мен тек қана бұл менің ғана пікірім емес, ол туралы халық жазып жатыр. Сендер білмедіңдер ме, қарамадыңдар ма, статистиканы санамадыңдар ма, сендер ерте жаптыңдар. Ал енді нақты дәл қазіргі уақытта осындай адамдар қырылып жатқан кезде, дәріханаларда дәрі жоқ кезеңде, жаңағы орын жоқ ауруханада, жедел жәрдемді шақырсаң, жедел жәрдем келмейтін жағдайға, деп қолын бір сермейтін жағдайға жеткен кезеңде, біз осылай отырмыз деп, өз пікіріңіз, карантин өз уақытында берілді ма мемлекетте? Мен ойлаймын, бірінші кезеңдегі карантин, оның өзіндік орны болды індетке тосқауыл салу жағдайында. Себебі, бірақтан да ұйымдастырылған шараларда менің өз көзқарасым, маман ретінде көзқарасым бойынша біршама ұйымдастырушылықтардың кемшіліктерін таныр едім. Біріншіден, бұл келген азаматтарды сырттан оқшаулаудың кішкене кемшілігі болған деп санар едім мен мысалы. Қандай? Себебі оны қоғамға кіргізуге болмас еді. Біріншісі, олар қоғамға кіріп кеткеннен кейін, қоғам арасына олар өріс алып кіріп кетті. Мысалы, көбінесе бізде кірген нелер, бұл жаңағы аэропорт болсын, барлық жерде біз барынша тосқауыл салуға тырыстық. Енді жалпылама карантиндің негізгі принципі неде? Бұл оқшаулау жұмысы. Яғни келген азаматтарды толығымен тексеріп, түбегейлі. Содан кейін барып оларға мүмкіндік жаңағы кішкене өзіндік мерзімі өткеннен кейін кірсе мүмкін сол жерде
қыспақты күшейту керек пе деген ойым бар өзімнің. Ол аэропорттан түсе салғанда? Ол аэропорттан түсіп бізде енді тексерістен өтті да, біршама сканерлік жаңағы бірінші реттік тексерістен өткізіп, жаңағы қоғамға, жалпы өзіміздің қоғамға кіріп жатты ғой негізі ол кездері. Кіріп жатқан жоқ. Ол енді бізде олар аэропорттан түскеннен кейін бірден, мысалы, барлық біз өзіміздің азаматтарымыз жинап келдік. Одан қалды шетелдің азаматтары келіп жатты, себебі бізде ұшақтар ол кезде тоқтаған жоқ. Барлығы ұшып келіп жатты. Біз олардың барлығымен тек қана аэропортта кездесіп, бізде өте жақсы жұмыс басталды. Мен оны жаман деп айта алмаймын. Жақсы жұмыс басталды. Бірақ сол жерде мүмкін бәлкім біз егерде анализдерді сол жерден дұрыстап тексеріп, содан кейін барып қалаға кіргізетін болсақ, онда әрине бұған кішкене бұдан да үлкен жаңағы тосқауыл қоялар еді. Екіншісі, біз үй жағдайында оқшаулауды бастадық. Ол да негізгі принципте өте орынды жұмыс басталды сол кезде. Өте жақсы жаңа оқшаулап, толығымен барлығын шектей бастадық. Үйден жаңағы 2 апталық мерзімді барлығы шыдады. Ол негізі дұрыс барлығы болды. Бірақ қоғамға шығып кетті, мынау инфекция таралып кетті қоғамға. Инфекцияның таралу себебі біріншіден менің ойымша соған кішкене ертелеу, жаңағы послабление дейміз ғой, кішкене босатыңқырап қойдық деп ойлаймын. Ерте деп ойлайсыз? Ерте болған кезде сол жұмысты нақты дұрыс жасау керек еді деп ойлаймын аяғына дейін. Енді ерте ашып жібердік десек, онда халық аштан өледі ғой. Мүмкін емес қой, оларды осылай жаңағы, енді сіз ойлаңызшы, қазір бізге экономикаға қандай дағдарыс келе жатыр. Мына қайтадан біз карантинде отырмыз. Жоқ, қазіргісі енді инфекция уже таралып кетті. Қазіргі жағдайда инфекция таралып кетті. Қазіргі жағдайда енді тосқауыл қою өте қиын. Қазіргі кезде үй жағдайында ауырып жатқандар, яғни болмаса симптомсыз жүргендер, аурудың бейнесі әлі бет алмаған, әркім өз аяғында өткеріп жатқандар қаншама. Оны біз статистикаға толығымен ендіріп отырған жоқпыз. Әрине, біз қазіргі көріп отырғанымыз ол тек қана жалпылама мәселенің бір бөлімі, бөлшегі ғана. Сол себепті енді қазіргі таңда бір ауланың өзінде тұрып жатқандардың ішінде қаншама жаңағы алмасу, барлығы жүріп жатыр. Сол себепті қазіргі таңда бұндай карантинмен біз бұған тосқауыл қоялық деп мен айта алмаймын. Шешімі? Шешімі, мен ойлаймын, ең бірінші кезекте мен жалпылама халықтың медициналық сауаттылығын арттыруға шақырар едім. Неге десеңіздер, бізде әрине паникалық жағдай дамыды. Енді әрине көріп жатқан жағдайды біз көрдік. Содан кейін барлығымыз өлім жітім бірден күрт өсіп кетті. Әрине оның барлығы кез келген есі дұрыс адамнан үрей туындатады. Ол нақты әрине түсінікті жағдай. Ал енді ол үрейді ұғынып алдық та, барлығымыз паникаға, үрейдің нәтижесінде дәріхана сөрелерін барып, бірден жұлмалап, барлық дәріні жұлғылай бастадық. Оның салдарынан әркім өз бетімізше жаңағы емделе бастадық. Ретсіз, реті бар, реті жоқ антибиотиктерді жалмап кеттік. Қазақша айтқанда. Бардықта мынау гормоналды дәрілер, дексаметазон я болмаса, кейбір преднизолон, кез келген дәріні естіп алдық та, барлығымыз барып оны жалмаладық. Әрине оның барлығын мен де түсінемін. Дәрігерге деген көмектің шектеулілігі де болды ма деп ойлаймын. Неге десеңіз, жалпылама жүйеміз біздің, денсаулық сақтау жүйесінде бірден нагрузка жалп етіп түсе қалды. Соның салдарынан барлығымыз ретсіз емге көшіп кеттік. Бұл әрине қоғамның медициналық, былайша қарағанда, сауаттылық деп те айтпас едім бұл жерде. Бұл жерде мен халыққа өте түсіністікпен қараймын. Үрейдің нәтижесі болды. Паника болды. Соның салдары осындай жағдайға әкеп, толық жүйенің іркіліп қалуына себеп болып шықты. Сол себептің нәтижесінде қазіргі жағдайды бірден күрт
жүйеге біздің жаңа денсаулық сақтау жүйесінің қатты қиындыққа ұшырағанына біз жаңағы көре бастадық. Қабылдаймыз. Иә, соны көре бастадық. Ал енді мен оны бірнеше рет қаншама шығып жаттық. Енді бізді көп жағдайда естіп те жатқан жоқ. Маған мысалы телефон соғып сұрақ қойып жатқандардың барлығына жауап беріп отырдым. Дегенмен әр емнің өзінің дер кезі болар еді. Неге десеңіз, мысалы, антибиотик бұл барлық уақытта біз өткен жолы өзіңізбен сұхбат болғанда да мен түсіндірдім. Антибиотикке барып алып жүгіне берудің қажеті жоқ. Неге десеңіз, бұл вирустық инфекция дедік. Бұл вирустық инфекция болуына байланысты бұл оны өлтірмейді, яғни вирусты өлтірмейді. Антибиотик өз кезегінде өзіндік кері әсерлері бар. Оның негізгі кері әсері ретінде жаңағы біздің микрофлораның жаңағы бұзылуына алып келеді. Иммунитеттің төмендеуіне себеп болады деп түсіндіріп жаттық. Ол болмайды емес, болады. Оның себебі бар, өзіндік тағайындалатын. Ол дәрігер кеңесінен кейін қамтамасыз етілетін жағдай еді. Одан қалды біз гормональды емге көп жүгініп кеттік. Гормональды емде өз кезегінде бұл иммунитетті кішкене әлсіретіп, оған кішкене сен демала тұр дегендей жаңағы сигнал беріп, инфекцияның өрістеуіне, яғни мынау вирус инфекцияның өрістеуіне жол беріп қойдық. Ал кезінде өз дәрежесінде жаңағы ол гормональды дәрі керек болған жағдайда оның әсері шектеулі болып қалған жағдайларға келіп жатты. Осындай жағдайлар өте көп жағдайға ұшырап қалдық. Осы жаңағы медициналық көмекке дұрыс жүгінбеу, осының арасындағы медициналық көмек беруші мен медициналық көмекті талап етушінің арасындағы дисбаланс жаңағы осындай кішкене мемлекетіміздегі іркеліске мемлекеттік деңгейде деп сөйлемей қояйын мен. Дегенмен науқас пен дәрігерлік жалпылама медициналық кәсіби көмектің арасында біршама үзіндіге алып келді деген баға берер едім, шынын айтқанда. Енді біз өзімізше жаңағы жеке практика мақсатында енді кез келген звондап инстаграм арқылы шығып атқанға, я болмаса осы әлеуметтік желі арқылы шығып атқанға, өзіңіздің көмегіңізбен өткен жолғы жаңағы сұхбатымызда да барынша құлағдар етуге тырыстық. Дегенмен енді бар жеткенімізді жасадық. Жеке тұлға ретінде. Енді мен солай деп бағалар едім жағдайды. Негізі нақты осы ғалым ретінде осы жаңадан шығып жатқан мынау нәубетке, мынау індетке тосқауыл қоятын нақты емдеу протоколы бар ма, жоқ па? Түсіндіріңізші халыққа. Вакцинация дейміз, қазір вакцина жоқ дейміз, бұның емі жоқ деп жатыр, дұрыс қой. Әркім сонда өзінің жаңағы миына келген әр дәрігер өзі ананы бүйте салсам, мынаны бүйте салсам деп шеше ме? Әлде нақты біздің мемлекетте қойылған бүгінгі күні ковидті былай емдейміз деген нұсқау бар ма? Әрине бар. Бірақтан да протокол бұл ұсынымдық, яғни рекомендательный характер. Яғни осылай емдеген дұрыс деген ұсыныс беріледі. Ол шынайы келген кезде бір қатып қалған заңдылық емес. Себебі біз дәрігер ретінде кез келген протоколды негізге ала отырып, жалпылама науқаста дамыған жағдайды ескере отырып, соның арасындағы жағдаймен байланыстыра отырып, ем-домды қалыптастырамыз. Ол бірінші кезекте қазіргі таңда біз коронавирусты бұл жаңа туындаған бұрыннан белгілі инфекция, бірақ біршама өзгерістер нәтижесінде жаңаланған инфекция деп есептейміз. Яғни оның белгілі бір жаңа құрылымдық бөлімі өзгере отырып, мутациялық өзгерістерге ұшырауына байланысты бұның патогендік, яғни вируленттілігі, яғни оның организмге деген көрсететін қауіпті жаңағы кері әсерлері күшейгенін көрсететін инфекция ретінде танып білеміз. Сол себепті бұл қазір баршама мынау жалпылама халық бүкіл әлем бойынша зерттеу үстіндегі инфекция ретінде қалыптастырылған. Жақында емес, осы алдыңғы күні ғана бізде
мен өзімнің Қытайдан келген жаңағы әріптесіммен сұхбаттастым. Қалай болып жатыр ендігі жағдай дегеннің өзінде, Қытайдың өзінде бұл инфекция әлі толығымен бізден олар қайда бұрын бастап бұған жаңа шалдығып зерттеу жұмыстарын бастап кетті. Соның өзінде әлі күнге дейін оларда толыққанды жауап беретін дәрінің әлі нақты түрін анықтамағандығы, және бүгінгі таңда әртүрлі жолдарымен жаңа дәрілердің шығарылып жатқандығы, ол белгілі. Барлығыңыз оны әлеуметтік желілер болсын, жалпылама ресми ақпараттар болсын, ол арқылы құлағдар болып отырсыздар. Дегенмен 100% міне осыдан барлығы айығып кетеді деген дәрі әлі күнге дейін жоқтың қасы деп айтамыз. Бірақ зерттелу жалғасуда. Мен ойлаймын, жақын арада ол шығып та қалады деген ойдамын. Ал енді вакцинация бойынша. Вакцина дегеніміз бұл жалпылама осы инфекцияның белгілі бір бөлшегімен, яғни соның бір бөлімімен организмнің иммунитетін таныстыру барысында, яғни бұл енді учение дейміз ғой мына соғыста. Сол сияқты жаңағы учение жасау иммунитетті, яғни соны кішкене дайындау. Шынайы шабуыл басталған кезде, ол инфекциямен организм шалдыққан кезде, бұл оны зерделеуге уақыты кетпейді иммунитеттің. Ол бірден қолындағы бар қаруын алып шабуылға шығатын жағдай. Ол жөнінен енді барлығымызға белгілі вакцинацияның негізгі біз жеңген инфекциялар да бар. Ал енді бұл инфекция біздің организмімізге де, жалпылама ғылым саласына да бұл әлі таңсық болып тұр. Әлі толығымен бұған қаншалықты иммунитет қалыптасатыны белгісіз. Себебі біз мысалы айталық бүгінгі күнге дейін қолданып келген вакциналарымыз, мысалы поливиридті жемдік деп жатамыз, біз ол вирустың мысалы бөлшегімен организм таныстырамыз да, ол бойынша бір рет иммунитет оны жаттап алады. Ол сол бойынша өмір бақилыққа ол шабуылдаушы жолы қалыптасып қалады. Анау үйренген жау аспаққа жақсы демекші, бұл үйренген жауы. Сол себепті ол оны біледі, оның қай жерден ұрып, қай жерден құлататынын біледі, сол себепті оған жол бермейді. Ал бұл инфекция жөнінен қаншалықты оның есінде қалып қоятыны, қаншалықты иммунитет оны есінде сақтап, қай жерінен ұратыны әлі қаншалықты оны сақталатыны белгісіз. Сол себепті де қазір ғалымдар толық бір ойға тоқтамай жатыр. Неге десеңіз, біреулер айтып жатыр, мысалы, біз бүгінгі күнге дейін айтып келе жатырмыз, енді ресми ақпарат бойынша. Бұл қайталану қаупі өте жоғары, және ол қайтадан шығады. Егер де иммунитет қалыптасып қалған жағдайда, оның қайталану деңгейі ол төмен болар еді. Ал енді соңғы 1-2 қана зерттеулер шығып жатыр. Мен енді мынау өзім жаңағы ғалым ретінде мынау бүкіл әлемдік әдебиетті сараптап отырамын. Сол кездегі белгілі бір әдебиеттерде шығып жатыр. Бұл организмде қалып қойған инфекцияның қайта бас көтеруі дейді. Оны бізде медицинада рецидив ремиссия деп сөйлейміз. Сол қайта рецидиві деген сияқты ой қалыптасып жатыр. Сол себепті ой пікірі әлі толық жинақталмаған. Ол біздің республикалық деңгейдегі мәселе емес, ол әлемдік деңгейдегі үлкен мәселелердің бірі ретінде қалыптастырылып отыр. Енді мен барынша мынау әлемде қай мақала бүгін шығады, сол мақаланы бүгін сараптауға, одан түскен ақпараттың деңгейі қандай, зерттелу деңгейі қалай болып жатыр, қарап отырып, сынап отырған кезіндегі туындаған ой пікір осындай болып тұр. Ержан Сәбитәліұлы, жаңа Қытайдағы дәрігер ғалым досыммен сөйлестім дедіңіз. Осы вирус туралы әртүрлі ақпараттар бар, қолдан жасалынған деген бар. Одан кейін оны адамдар арнайы ойлап тапқан деген бар. Одан кейін осы көп мен әлеуметтік желіде оқыдым, біздің Қазақстанның үстінен тік ұшақтар ұшып, бір нәрсені септі. Сол кезеңде біздің мемлекетте көкпе, двусторонняя пневмония дейміз, енді ол ковидтің салдары ғой, ол енді жаздың күні ешқашан қазақтар ауырған емес сондай аурумен. Сол сияқты осы сұраққа жауабыңызды айтыңызшы. Мен бірден айтар едім. Мысалы, енді біз ресми ғылыми жолмен келген кезімде, бүгіндегі әлемдік вирусологтар болсын, біздің жаңағы отандық вирусологтар болсын, мысалы, кез келген жағдайда біз
жалпы біз енді биология саласы бұл жалпы өмір туралы зерттейтін ғылым болғандықтан біздің сала медицина соның негізі болғандықтан біз міндетті түрде бұны былай деп айтар едім. Қалай? Мынадай терминдер бар. Селекция деген нәрсе бар, былайша да, яғни селекция болған кезде қолдан туындату. Яғни будандастыру арқылы, я болмаса белгілі бір модификация жасау арқылы. Бірақ та ғылымға егер де ондай тәсіл қолданылған жағдай болған болса, мысалы адамның қолы тиіп, сол жер бір жаңағы өзгеріске ұшыратылды деген болатын болса, онда мен вирусолог емеспін, мен медицина саласының өкілімін. Сол себепті вирусологтардың мәліметіне сүйене отырып айтар едім бұның жауабын. Вирусологтар бүгінгі таңда толық гендік жаңағы тізімді зерттей отырып, адамның қолы тимегендігін дәлелдеді. Қайдан келді осы? Ол жалпылама эволюциялық. Мысалы, жалпы эволюция дегеніміз бұл табиғи жолмен организм өзгере отырады. Мысалы, қоршаған ортаға байланысты, оның жаңағы негізгі питательный средасы жаңағы, солардың барлығына ескере отырып, әртүрлі биологиялық, физикалық, химиялық жағдайларға байланысты, мысалы, күн сәулесі, я болмаса, әртүрлі жағдайлардың нәтижесінде организм өзі бір даму сатысына жетеді. Мысалы, бізде де өзгертілетініміз кез келген адамның бет пішініне қарап, бұл европалық жаңағы нәсіл, я болмаса бұл азиялық нәсіл деген сияқты. Ол да әртүрлі факторлардың нәтижесінде сондай өзгерістерге. Коронавирус та, мысалы, өзіндік даму деңгейімен келе жатыр. Шынайы табиғи жолмен дамып келе жатыр деген ұғымға келдік қазіргі таңда. Яғни ол мутацияға өзіндік жаңағы белгілі бір қоршаған ортада өзіне сақтану бойынша жеткен деген сөз. Яғни адамның қолы тимей, ол табиғи жолмен, эволюциялық даму жолымен келді деген ұғым қалыптасты. Сол себепті осының барлығын тұжырымдай келіп, мен былай айтар едім. Бұл вирус өзіндік табиғи жолмен өзгеріске, модификацияға ұшыраған вирус ретінде танылып отыр, жалпы ғылым саласында. Адамның қолы тигізілгені туралы нақты мәлімет дәлелденген жоқ. Ондай мәлімет ғылымда жоқ. Екіншісі, үшіншісі, жаңағы шашу деген нәрсе, оны шашу үшін білмеймін, бір мотив па, енді білмеймін, мен енді мынау криминалистика саласының маманы емеспін, бірдеңе болу керек қой. Оны не үшін шашады? Мен ол мысалы сұрақты жалпылама түбірімен түсінбеймін, шынын айтайын. Қабылдамаймын да, оған ешқандай себеп жоқ та. Ол біріншіден, екіншіден вирус шашу деген енді мен даже теориялық жолмен көз алдыма елестеткенімде, ол енді ол оңай нәрсе емес. Ол ертеңгі күні бұл ауа тамшылы инфекция болғандықтан, бұл ауаның бойымен өз бетінше жүретін инфекция, бұл ауаның құрамында, өзінің атында айтылып тұр. Яғни ауа тамшылы, ауаның құрамында болатын инфекция. Оны кез келген біздің азаматымыз болсын, кез келген мемлекет болсын, ол арада ауаға шектеу, жаңағы шекара деген нәрсе жоқ. Оны кім істейді, не үшін істейді? Ондай ұғым менің ойымша, ол енді қате ұғым, әрине. Құдайға сенесіз бе? Әрине сенемін. Әрине мен сенемін. Сонда осы бір-екі пікір оқыдым. Белгілі атақты адамдар осы коронавирустың мутацияға ілігіп, шынын айтқанда әлемді қырып, әлемді өзгертіп жатқаны ақыр заманның жақында ғана. Дәрігер ретінде, осы пенде ретінде. Не айтасыз? Неге ол коронавирус осы 20-шы жылы күл талқанын шығарды әлемнің? Неге? Ақыр заман бар ма? Сенесіз бе? Енді мен бұл жерде өзімнің жаңа дәрігер емес, дәрігер пенде ретінде ғана жауап берейін. Неге десеңіз, мысалы, мен өз басым енді бұны ғылыми тұрғыдан басқаша жауап беремін. Ал енді пенде ретінде ішкі ойым өзімнің, мен ойлар едім, жалпылама ақыр заманның өзінің белгілері бар. Иә, өзінің белгілері бар. Енді мен бұндай жағдайды белгілі бір ақыр заманға тиесілі белгі деп танымас едім. Жоқ, мен бұлай танымас едім. Неге десеңіз, мен енді бұны жалпылама философиялық тұрғыдан, кез келген тұрғыдан басқаша таныр едім. Шынайы келген кезде біз бір-бірімізге мейірімділік танытуымыз керек. Қазіргі таңда бұл мен ойлар едім енді Алламен байланыстыру жолында. Бұл шынайы келген кезде бір жаңағы
кішкене сәл не қылып отырмын. Мен енді Құранды көзімде оқимын, көзімде жаңағы Құранға бет бұрамын, және де хадистің негізгі хадистерінің бірі, Мұхаммед алейхиссалам пайғамбардан дамыған хадистерінің бірі, ілімге жүгін деген сөзіне ілесе отырып, кез келген жерде сен ілімді мейлі қытайда бол меңгер деген мысалы сөздерін ескере отырып, бұны бұндай мысалы індетті мен тек қана мынау адамзаттың біршама өзіндік мейірмандылығын, мейірімділігін шақыруға бағыттайтын жол ретінде бір-бірімізді сыйлай білетін, бір-бірімізге деген құндылықты таныта білу керектігін жаңа белгі беріп отыр деген сияқты деп таныр едім. Неге десеңіз, мысалы енді біз барлығымыз ол жасыратыны жоқ, біреу бірдеңе ертеңгі күні біз бірдеңені де мынау Инстаграм парақшасынан байқап отырасыздар. Біреу бірдеңені жазып қойса, артынан өкіртіп барлығымыз әйтеуір бүкіл жаңағы негативімізді болсын бәрін төгіп жатамыз. Соншалықты біздің былайша қараған кезде адам мен адамның арасындағы адамның адамды сыйлау деген қабілетінің төмендеп кеткендігінің белгісі болар бұл. Соның бірін жаңағы соған үйретіп жатқан сияқты. Неге десеңіз, енді біздің былайша қарағанда үлгі тұтар азаматтарымыз да кетіп қалып жатыр бұл індеттің салдарынан. Мен ойлар едім, бұл соның белгісі шығар деп. Неге десеңіз, енді шынайы келген кезде ақыр заманның белгілері сәл басқаша болатын шығар деген ойдамын. Мен неге десеңіз, ол опалаң-топалаңмен бұл бір ғана бір індетті қойып, соны қарап қоятын нәрсе емес шығар. Бұл әлі де болса Алланың пендені тәрбиелеу сатысы деп ойлаймын мен. Енді бұл пенделік өзімнің ойым. Өкінішке орай осы COVID-ке қарсы әйтеуір дәрігері де, дәрігер емесі де, кейбір адамдар тіпті реанимацияға кіріп кеттім деп мен енді ана кісіні оқығанда, көргенде жылағым келді. Өйткені осы жақын арада біздің жақын досымыз қайтыс болғанда, реанимацияда жатқанда, жұбайы 35 жыл отасқан жұбайы кіре алмады реанимацияға. Сонда мен ойлап қалдым, айдаладан бір әйел түсініксіз дәрігер, өзі білмеймін, педиатр ма, мен кірдім де былай істеттім деп істедім. Сол кезде оның денсаулығы дұрысталып кетті, тіріліп кетті, жүгіріп кетті деп. Білмеймін, мен енді ақ халатты абзал жандарға осылай хайп жасап, Инстаграмда өзіне оқырман жинау, мен үшін ол жиіркенішті. Мен оны түсінбеймін. Сол сияқты әлеуметтік желіде жақын арада бетперде туралы мәлімет болды. Біз бетперде таққандықтан пневмония болдық деп. Не айтасыз бетперде туралы? Бірінші бөлігінен бастайын жаңағы әңгіменің. Жаңағы дәрігердің реабилитолог дейді, жаңағы оңтайлаушы маман, оңтайландыру жұмысын жүргізу жөнінен ол дәрігердің мен де кейін өзіңізбен сұхбаттасқаннан кейін оның жаңағы бүкіл несін қарадым, Инстаграмға салған парақшасындағы іс-әрекетін. Ол шынайы келген кезде енді оның реанимацияға қаншалықты кіре алмағандығы маған беймәлім. Біріншіден, екіншіден мен ойлаймын, ол бүгінгі жағдайда егер де ол бір арнайы жаңағы немен шақыртылған кеңесші болмаса, ол реанимацияға кіргізу қазіргі таңда өте қиынды жағдай. Ресми маман тек қана жаңағы арнайы кеңесші ретінде науқастың жағдайына кеңес беру жөнінен шақыртылуы дәрігердің жаңағы ұйғарымымен шақыртылады ондай мамандар. Сондай жағдайда ғана ол реанимацияға доступ дейді, жаңағы кіру мүмкіндігін ала алады. Ал енді бет албат жаңағы кіріп алып, оны не қылу дегенде кішкене ол жағына менде күмән келтіремін. Ал енді оның сөзіндегі бірақ түйін бар. Бірақ түйін. Қандай? Оның түйіні жалпылама мынау не кезінде, ковид кезінде, тем более мынау өкпе саласы жаңағы қиналып жатқан кезде физикалық іс-әрекет деген әңгіме. Яғни физикалық мынау зарядка дейміз, спорттың қажеті жоқ әрине. Спорт себебі бұндай жағдайларда болмайды. Сол себепті біз кішкене дене тәрбиесімен, яғни физкультурамен, мынау спортты кішкене бөлшектеп қарастыруымыз керек бұл жағдайда. Бұл жерде мен қайтадан ресми жаңағы мәліметке жүгінер едім. Ресми мәлімет бойынша мынау тұмау, сырқат кезінде спорттық шаралар бірден шектеледі. Неге десеңіз, спорттық шаралар кезінде қоғамдық
іс-әрекет басталады. Сосын мынау изнуряющий жаңағы қажылту жұмыстары көбейіп кетеді. Соның салдарынан иммунитет зардап шегіп қалады. Сол себепті ондай қажылту жұмысын жасауға болмайды. Ал енді мынау оны жатып алып, мен вируспен күресіп жатырмын, я Аллам сақтай көр, мені мен демалып жатырмын, вирусым айналайын кете көр деген нәрсе де болмайды. Себебі вирус басталсын, басталмай жатып, жалпылама адамдар дене іс-әрекетін күшейту керек. Неге десеңіз, жалпылама мысалы әлемдік бүкіл зерттеулер жатып қалуға болмайтындығын ескереді. Енді бетперде жөнінен жаңағы физикалық іс-әрекет жасаған кезімізде мынау бетперденің жаңағы түбірі шығып жатыр. Бетпердеге жаңа сіз айтып жатырсыз, біз өзіміздің, мен түсініп отырмын сіздің айтып жатқаныңызды, ол сұрақпен маған да бірнеше рет жазғандар, шыққандар да бар. Неге десеңіз, жаңағы біз өзіміздің демімізді өзімізбен тұншығып жатқан жоқпыз ба деген сияқты әртүрлі жағдайлар, жаңағы әртүрлі әңгімелер болып жатыр. Бірақтан да бетперде ол міндетті түрде қоғамда өзіңіздің деген жауапкершілігіңіз қоғам алдындағы біріншісі. Екіншісі өзіңіздің қорғанышыңыз. Сол себепті бетперденің мәні, рөлі сол жерде. Себебі сіз егер де, мен былай айтар едім, егер де сіз далада, ауылда жаңағы ешкім жоқ айналаңызда, тек сізге ғана бейнеленген бір жаңағы определенный радиустағы территория сіздіңкі болған жағдайда, мен ойлар едім, ол жерде енді әрине ол беймарал Шымкентше. Ал енді қоғам ортасында болғаннан кейін, айналаңыздың барлығы тығыз халық болғаннан кейін бетперденің жаңағы режимін ұстаған абзал. Неге десеңіз, ол қоғам алдындағы өзіңіздің жауапкершілігіңіз және де өзіңіздің қорғанышыңыз. Ал енді өзіңіздің ауаңызға өзіңіз жаңағы тұншығасыз деген нәрсе, ол нәрсе мен былай айтар едім. Әрине ондай нәрсе жоқ. Бірақтан да бетпердені біздің халық қазір енді қарап отырсаңыз, кейде қарайсыз, бетперде бұл енді аксессуар десек пе екен, жоқ әлде мынау жалпылама тексерушілерден құтылу жолы десек пе екен. Неге десеңіз, ананың сырты сатпақ өзі кірленіп кеткені соншалықты, соңында жаңағы бетперделеріңіздің қаншалықты ол бір ретті қолданатын бетпердеңіз многоразовый болып кеткен. Бетперде негізі әрбір 4 сағат сайын ауыстырылып, мүмкіндігінше жаңашаланып тұрған дұрыс. Көп рахмет, Ереке. Мен осы көрермендерге Адырна ұлттық порталының әдемі жобасы керек кісі тамашалап отқан барлық оқырмандарға, тыңдармандарға айта кетемін, мен өзім мақтанамын осы Ерекеңмен танысқаныма, дос болғаныма. Шынын айтсам, енді бұл кісі өзі кейбір дәрігерлер сияқты өзін жарнамалағанды ұнатпайды, өйткені ғалым адам. Біздің бауырымыз Мейрамбек Беспаев бауырымыз ауырып, кішкене жағдайы болмай жатқанда эндокринолог ретінде үлкен көмек берген бұл кісі. Одан кейін тағы да айта кетейін, бұл кісі өзі шет мемлекеттерде ағылшын тілінде лекциялар оқитын азамат. Одан кейін міне мақтағаннан бұл кісі деп біреу мені мақтаса, мен деп отыратын. Бұл кісі көрдіңіздер ғой, міне дәрігерлер сондай қарапайым болады, нағыз жұлдыздар, нағыз шолпандар осы кісілер, нағыз керек кісілер. Және де айтайын дегенім, бұл кісі әдемі керемет жұбайы бар, жұбайы Кенже ханым да, ол кісі де медицина саласында. Одан кейін 3 кішкентай балапаны бар. Бүгін осы бағдарламамызға келіп, халықтың көзін ашып, шынында да бір сұрақтарға жауап таппай жүрген адамдарға кәдімгі қарапайым қазақтың жалпақ тілімен түсіндіріп жатсыз. Біздің керек кісінің бір өзінің өзекті әр келген қонаққа қоятын сұрағы бар. Бірақ адамды айту керек. Бірақ адам. Сізге керек кісі кім? Бірақ адам. Осылай таңертең ояна салып, ең бірінші есіңізге түсетін адам. Мен оны жалпы қоғамға керек қылу керек. Тағы да айтам. Ержан Сәбитәліұлына таңертең көзін ашқанда ең бірінші керек кісі кім? Бірақ адам. Мен өзімнің қызым.
Қызыңыз ба? Иә. Қызыңыз туралы кішкене айтып жіберсеңіз. Енді тұра салып соны көзімді аша салып іздейтінім сол, қайда жүр, Аха. тұрды ма, тұрмады ма, Аха. ол еркелеп жатса көңілім жай табады. Атыны? Аты Венера. Неге Венера деп қойдыңыздар? Жаңа шолпан деп сізді, бұл шолпан деп сізді бір мақтап едім. Мен ойладым енді бүгінгі таңда қазір Венера деген енді негізі халықаралық атау ғой. Енді бүкіл қай тілде алмасаңыз да ол халықаралық атау. Сол себепті ойладым, бір қазақтың қызы сол халықаралық деңгейдегі жұлдыз болсын деген ойладым. Аумин. Сол себепті тек қана бір шолпан болып қана қалмай, Қазақстанда ғана әйгілі өзін ғана көрсетіп қана қоймай, бүкіл әлемде қазақтың атын танытатындай қыз болып өссін деген оймен Венера деп. Аумин. Керек кісі жобасы сізге өзінің алғысын білдіреді. Ойлаған армандарыңыз, мақсаттарыңыз алға қойған барлығы өзінің шешімін тауып, Алла тағала жар болып, аман есен болып жүре беріңіз. Мен өзім тағы да айта кетемін, осындай дәрігерлер, ақ халатты абзал жандар бүгін ғана емес, әр уақытта өзінің беделін жоғалтпаса, өзінің бағасын жоғалтпаса, елдің ортасында осындай қандай қиын немесе жақсы, қуанышты, керемет жағдайларда да осы кісілерден үлгі алып, осы кісілерге рахметімізді айтып, біз де, еліміз де аман есен болып жүре берсек. Рахмет. Достар, Адырна ұлттық порталының YouTube каналына жазылуды ұмытпаңыздар. Жазылу су тегін. Сіз тек қана қоңырауды басыңыз. Біз сіздермен біргеміз. Керек кісі.